Қасқыр хақында біз білген деректің бірсыпырасын әңгімелеп берейін. Бөрлер өз тілінде яки ұлуы арқылы Алланы зікір етеді, жорыққа тазаланып барып шығады. Әулиенің мазарын көрсе, дұға оқыған мұсылмандай зиярат қылатын тағы бар. Және ажалы жетіп опат болса, оның денесіне шыбын шіркей жоламайды, құрттамайды, қатты иістеніп өзі жоқ болады. Тәңір оларға қайтпас қайсар рух, мінез, намыспен қоса денесін қорғар сондай улы пигмент берген екен. Қасқырдың иісі де бөлек. Оның етін бірде-бір аңқұс жей алмайды. Терісі түгілі бір үзім етімен асығынан алшақ жүреді. Бірақ мен қасқырдың етін жеп, қанын ішіп көрген адамдарды білем. Олар басқа әңгіме енді. Адам баласы қанша жерден қырып жойса да, сол қасқырлардың терісін қақ төріне апарып іліп қояды. Мұны адам өзінің ақылымен жасағандай көрінеді. Жоқ, Құдай тағаланың қалауы бұл, ол Алланың қалауы. Осында да ұққан адамға терең хикмет жатыр. Алла тірісінде өзін ұлықтаған, есінен шығармаған құлын, жаратқан мақлұғын өлісінде де қорғайды. Қасқыр хақында аңыз көп. Оның қайтпас қайсарлығы жыр болудан әсте тынған емес. Ешбір жыртқыш қасқырдай намысты емес. Қасқырдай жері мен үйірі үшін ынтымақтасып күресіп көрген емес. Жер бетінде жалғыз қасқыр ғана терісін тірілей сыпырсаң да қыңқ демейді, қыңсыламайды. Өйткені ол келген жағымен болған және кетер жағын, барар жағын жақсы біледі. Хас нағыз, қыр түз, дала, яки еркін әрі қыр деген жапырып жою дегенді білдіреді. Енді кері қарай оқыңыз. Сақ, қас, рық, қыр. Рықты біз ырық деп оқимыз ғой. Риза, рыс сөздерінің алдына әрпін қоятымыз тағы бар. Сол сияқты. Сонда ырық болып шығады. Сонымен қасқыр атауының оң солды түбірлерден туған мән мағынасы нағыз қырдың, яғни ұлы даланың еркін сағы, сақ скип, көшпенді. Мұнымен келісіңіз, келіспеңіз, ықтиярыңыз білсін. Бірақ әр атауда сыр бар. Сөз түбірі еш уақытта да өзгермейді. Ол белгілі бір мағына береді, әрі тіршілікте қызмет қылады. Қасқырдың қасиеті көп. Ол шынымен қайырымсыз сараң байлардың малына шабады. Ол 100% шындық енді. Табиғатта осы түздағылары мүлдем жойылса, онда тепе-теңдік заңы бұзылады. Бүкіл аң мен құс ауруға шалдығады. Жер бетін нәпсі билейді. Шөптің шығуы мен судың ағуы қиындап жоғалуға дейін барады. Табиғатта қасқыр болуы керек. Рух, кие, намыс, жұқпалы індет қасқыр болмаса болмайды. Тәңірдің табиғаттағы тепе-теңдік заңы бөрлермен бірге сақталуы үшін осы керек екен.